Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен сырникидің рецептісімен бөлісетін боламын. Үйде балаларыңыз творог жемесе, осындай сырники пісірсеңіз де болады. Мен осындай домашний творогтан жасап жатырмын. Алдымен 300 грамм творогымызға 1 жұмыртқа және 3 ас қасық қантымызды салып, блендермен барлығын езіп аламын. Өйткені мен творогым ірілеу, сондықтан сырникиге келмейді. Творогымыз езіліп дайын болғаннан кейін 3 ас қасық ұнымызды салып, араластырып аламыз барлығын. Дайын болған массамыздан шетінен ала отырып, осылай ұнға былғап қолымызбен сырникидің формасын келтіреміз. Мен жұқалау қылып істедім, іші барлығы жақсылап пісіп шықсын деп. Дәл осылай барлық творогтарыңызды дайындап аласыздар. Қызып тұрған табамызға сары майымызды салып ерітіп алып, бір жағын астын 3 минут, үстін 2 минуттай қойып, қақпан жауып пісіріп аламыз жайықта. Дайын болған сырнигіңізді қалауыңызша әсемдеп ұсына берсеңіз болады. Мен сахарный пудрамен бетіне сеуіп шықтым, өте дәмді болды. Сізде қаймақпен, вареньемен өз қалауыңызша ұсынсаңыз болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.